Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз қайнатылмайтын, өте тез дайындалатын қызанақтан ащы, яғни приправа дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше өте тез дайындалатын приправаны дайындауды бастаймыз. Өзіме қажетті 13 кг қызанақты жуып тазалап алдым. Оған қажетті ащы бұрыш пен сарымсақты да дайындадым. Қызанақтарды жуып тазалағаннан кейін осындай ет тартқыштан өткізуге ыңғайлап, ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей, менде барлығы дайын. Келесі кезекте барлығын бірге ет тартқыштан өткізетін боламыз. Қыстың күні тұмауға және де салқын тиген кезде тағамға қосып жеуге таптырмас өнім. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алдық. Келесі кезекте менде 13 кг қызанақ, осыған тұзымызды татымына қарай және де 13 штук аспирин қосатын боламыз. Аспиринді майдалап қоссаңыздар да болады, болмаса дәл осылайша түйір күйінше сала беріңіздер. Өте тез еріп кететін болады. 3 күнге дәл осылайша араластырып қойып қоямыз. 3 күн ішінде арасындағы ауасы шығып, біздің приправамыз көпіріп дайын болатын болады. Салқындау бөлмеңізге қойып қоясыз және де арасында барып сапырып тұруыңыз қажет. Мінекей достар, біздің қызанақтарымызды, яғни приправаны дәл осылайша араластырып тұрмыз. Бұл приправаны банкіге және де баклажкаға да сақтай берсеңіздер болады. Ешқандай да ашып кетпейді, өз күйін сақтайды. Тоңазтқышқа сақтасаңыздар да болмаса, бөлме температурасында банкі сақтайтын бөлмелеріңізге қойсаңыздар болады. Осылайша барлығын баклажканы жақсылап жуып алғаннан кейін біртіндеп құйып шығамыз да қақпағына аздап уксус құйып, одан соң жауып тастай береміз. Ал егер де болмаса, аздаған уксуспен баклажкаларыңызды шайып алсаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің приправаларымыз дайын болды. Өте керемет, жақсы болып шықты және де тез дайын болды. Сіздер де дәл осы әдіспен дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.